Мен журналист Әсел Қуанышқызы, Ұзынкөл жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Менің отаныма, менің бастамам атты жобаның Қазақстан 7 климаты атты номинациясына қатысқалы отырмын. Менің бүгінгі жобамның басты тақырыбы Қазақстан киелі аспабы домбыра. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембура, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дей келе Қадыр Мырза әлінің өлеңінен бастама шалқиды. Жоспар. Кіріспе бөлім. Домбыраның құрылысы мен түрлері. Негізгі бөлім домбыраның шығу тарихы. Қорытынды бөлім домбыра қазақ халқының мақтанышы. Кіріспе бөлім. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, терминдерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра көне аспаптық шығарма. Күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі. Қазақ халқының төл өнері жайлы сөз қозғағанда ең алдымен домбыра еске түседі. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос ішекті қара домбыраның үнінде ұлы даланың тамыры терең тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар. Домбыра құрылысы бірнеше бөліктен тұрады. Басы, құлақтары, пернелер, мойын, ішек, шанақ, қақпақ және ілгек. Қақпақ, бетқақпақ деп те айтылады. Сондай-ақ оның көптеген қосымша бөлшегі бар. Тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме, өрнек, желкелік. Домбыра тиегі 3 түрлі болады: шайтан тиек, негізгі тиек, табалдырық тиек. Домбыра әр өңірде жергілікті халықтың тұрмысына, салт дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен өнерпаздардың орындаушылық мәнеріне, шеберлердің ісмерлігіне байланысты әртүрлі пішінді дамып өзгеріп отырған. Мәселен, ән жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15. Күй домбырасында 20-дан астам перне болады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай өзгертіледі. Домбыра негізінен 2 шекті, кейде 3 шекті болып келеді. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрі бар. Олардың бар сапасы ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, кен шанақты, балдырған, балашық, шіңкілдек, аша, 3 ішекті, қуыс мойын, шертер. Негізгі бөлім. Домбыра атауының шығу төркініне қатысты талас-тартыс көп. Түркі тілдес халықтарда домбыра тектес шертпелі аспаптарды қазақ, ноғай, өзбек, башқұрт домбыра, тәжік домбыра, бурят домбыро, моңғол домбор, түрік домбыра, телеут қомыс, шор қобыз, қырғыз қомыз, қырым татарлары қобыз, хақас қомыз, алтай топшур, тува топшулур, түркімен қарақалпақ ұйғыр тута деп атайды. Жобамды қорытындылай келе, домбыра қазақ мақтанышы деп бекер айтпайды. Себебі домбыра қазақтың бас аспабы. Домбыра бабамыздан қалған мұра. Домбыра қазақтың киелі аспабы, және біз оны қадірлеп, мақтан тұтуымыз керек. Құрманғазы, Дина бабаларымыздың күйі бізге аманат болып қалды. Домбыра арқасында біз әлі де киелі аспаптың дыбысын естіп білер аламыз. Практикалық бөліміне Ерке Сылқым күйін қабыл алыңыздар.